Баршаңызға сәлем достар, бүгін сіздермен үй жағдайында айран етумен және творог жасаумен бөлісетін боламын. Үй жағдайында ұйытылған айран қою болып келеді. Айран мен творогтың ешқандай қышқыл дәмі болмайды, өте жұмсақ, өте дәмді болып келеді. Айран ұйытатын сүт міндетті түрде жылы болуы қажет, бірақ ыстық болмауы керек. Мен ұйытқы үшін сметананы қолданамын. Сметана 15%, 20% болуы мүмкін. Неғұрлым ұйытқыңыз қою болған сайын, айраныңыз да соғұрлым қою болып шығады. Сметанада міндетті түрде үй температурасындағы жылы болуы қажет. Мен 1,5 литр жылы сүтке 100 грамм жылы сметананы қолдандым. Сметананы сүтке қосып, біркелкі болғанға дейін жақсылап араластырамыз. Содан соң ыдыстың бетін жауып, оның сыртын одеяломен немесе орамалмен жақсылап жауып, оны жылы жерге бір түнге қалдырамыз. Мен осылай батареяның жанында қалдырамын, сол кезде айран жақсы ұйиды. Бір түн тұрған айранды енді ашып көрейік. Айран өздеріңіз көріп тұрғандай өте қою болып ұйиды. Яғни айранның бұл жерде жақсы ұюының себебі сіздің ұйытқыңыз қандай болса, айран дәл сондай болып шығады. Келесі кезекте осы айраннан творог жасауды үйренеміз. Творог жасау өте оңай. Осы айранды бар болғаны баяу оттағы газға қоямыз. Қайнағаннан соң газдың отын ақырындатамыз. Айранның сары суы жақсылап шығуы тиіс. Қайнағаннан соң шамамен 20-30 минут көлемінде баяу отта газда ұстаймыз. Творогты негізінен 30 минуттан артық газда ұстаудың қажеті жоқ, себебі ол қатты болып кетеді. Творог жұмсақ болу үшін оны шамамен 20 минут, 25 минут көлемінде қайнату қажет. Шамамен 20-25 минуттан кейін газды өшіріп, толық суығанға дейін қалдырамыз. Толық суығаннан соң творогты сары суынан ажыратып аламыз. Ол үшін сетканы, марлені қолдансаңыздар болады. Менде 1,5 литр сүттен 570 грамм творог шықты. Және 700 мл сары суы бөлініп шықты. Үйден жасалған творог дүкеннен сатып алғанға қарағанда әлде қайта дәмді болып шығады. Сондықтан міндетті түрде осы рецепті пайдаланып, сіздер де даярлап көріңіздер. Ал мен сіздермен қоштаспаймын. Алдағы уақытта тағы да ерекше рецепттермен бөлісетін боламын. Сондықтан міндетті түрде менің каналыма тіркеліп, жаңа рецепті жіберіп алмас үшін қоңырауды басып қойыңыз. Менімен бірге болып, менің каналымның дамуына үлесіңізді қосып жатқаныңыз үшін сізге алғыс айтқым келеді.